Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі біздің тақырып деректі фотоның маңыздылығы. Жалпы фотоөнер көркемдік фото, техникалық фото және деректі фото болып үш жанрға бөлінеді. Деректі фотода қоғамдық орта, салт дәстүр және ақпараттық фотолар қамтылады. Қазіргі кезде деректі фото дүние жүзінде өте жоғары деңгейде бағаланады. Деректі фото деген фотоаппарат арқылы ортадағы оқиғаны нақты түсіріп шынайы көрсету. Түсірілім барысында бір тақырыптағы сурет 4-тен 12-ге дейін немесе одан да көп кадрлармен қайталанады. Алайда бір кадрмен де тақырыпты ашуға болады. Ол фотосуретшінің шеберлігіне байланысты. Міне осы кадрлардың композициясы мықты болса, суреттің тақырыбы жақсы ашылады. Деректі фотоға қойылатын талап фото түсірудегі техникалық шеберлігі, бейнелеу тәсілі, жеткізетін тақырыбының мазмұны түсінікті болуы. Басты мақсаты сол ортаны және дәуірді, сондай-ақ фотографтың ішкі ой дүниесі мен сезімін барша анық көрсету, осыларды аша білуі. Деректі фото түсірушіге әдебиет, тарих, жағрафия, астрономия, музыка, көркемөнер сынды көптеген ілімдерден хабарда болуы керек. Енді әлемдегі ерекше көзге түсіп жүрген бірнеше деректі фото шеберлерінің есімін атайтын болсақ, олар венгриялық Роберт Капа, француз Марк Рубойт, бразилиялық Себастьян Сальгадо, қытайлық Же Хайлун тағы басқалар. Бұлардың туындыларынан адамзат тарихында болған қиыншылықтар мен құндылықтар, көзқарастар және аңсаған армандарын бейнелеген сәттерді көруге болады. Фото дүниені өзгерте алмайды, алайда ол дүниені көрсете алады, өйткені дүние үздіксіз өзгерістегі жағдайда деп Францияның әйгілі деректі фото шебері Марк Рубойт айтып кеткен болатын. Ол 20-шы ғасырдағы ең ұлы фотографтардың бірегейі. Марк Рубой екі кезек шетел ақпараттары одағы сыйлығының, Нью-Йорк халықаралық фотографтары, шексіз сыйлығының және Sony дүниежүзілік фотоконкурсы жеңімпазы. Ол 14 жасында әкесі сыйға тарту еткен фотоаппарат арқылы сурет түсіруді бастаған. Одан кейін Парижде фото көрмесін өткізіп, ең атақты әлемге әйгілі Magnum фото агенттігінде жай қызметкерден басшылық қызметке дейін жұмыстар атқарған. Енді жалпы Марк Рубойттың шығармаларына тоқталатын болсақ, ол осы Magnum фото агенттігінен кейін Азияның 6 еліне өзі арнайы экспедиция жасап, сол жақтарда көптеген суреттер түсіріп, кейіннен сол суреттерін бүкіл әлемге жариялау арқылы танымал Азияның 6 мемлекетін түсіріп шыққан. Алайда ол кәсіптердің ылғи да фотоаппарат жөнінде немесе оның техникалық мәселесі жөнінде ғана емес қозғайтындарын жақтырмаған. Сол себепті ол жұмыс орнынан қол үзіп, шығыс елдеріне сапарға шығып, 1955 жылдан 58 жылға дейін шығыстағы 7 мемлекетті аралаған. Осы бір ұзақ әрі ерекше сапарда ол шығыс елінің ерекшелігін байқап, фотоаппарат көзін елді мекен халықтың күнделікті тұрмыс тіршілігі тәртібі бойынша шынайы өмірлерін көрсеткен. Мәселен, ол 57 жылы Қытайға барғанда жергілікті үкімет тарапынан салынып жатқан аса ірі құрылыс Ухан Шаңжаң көпірінің ұлы тұлғасын фотоға түсіру міндеттелген еді. Алайда ол фотоаппараттың көзін көпірге емес, көпір астындағы жұпыны желкенді қайыққа түсіріп, ел назарын тысқары қалып қойған кедей халықтың өмір тірлігіне назар аударған болатын. Оның фото түсірудегі ерекшелігі жаяу жүру, жүрекпен байқау және өмірдің нәзік сәттерін сезінуінде. Осы Марк Рубойдың шығарған кітап дүниелері. Және бір келесі деректі фото шеберін айтатын болсақ, ол қытайлық Же Хайлун. Же Хайлун қалалық үкіметте қарапайым үгіт насихат қызметкерінде қызмет етіп жүрген. Ол ауыл қыстақтарды аралап жүргенде оқыту жағдай тым нашар, мектептің көрінісі мен балалардың жұпыны оқу ахуалына назар аударды да бірденнен. Осы жүрегін оның қатты ауыртады. Ауыл балаларының мектептегі аянышты көріністері оның көз алдынан бір еліде кетпей қойған. Сонымен ол фотоаппаратын асынып, 16 облыс, 40-тан астам аудан, 150-ден астам бастауыш мектептерді аралап, 40 000 километр жол жүріп, басып 10 000-нің астында ауыл балаларын кездестірген. Сөйтіп ол 92 жылы Қазанда болашақ ұрпақ үшін арналған көлемді фотокөрме ашқан. Сонымен бүгін біз деректі фотоның маңыздылығына тоқталдық. Қорытынды айтатын болсақ, деректі фотоның өмірде, қоғамда болып жатқан ортада
бұның берері тарихи құндылығы өте үлкен. Сол үшін деректі фотоны түсірудегі ең үлкен талаптардың бірі ол тақырыпты дұрыс таңдау, әрі композициямен дұрыс шебер түрде композицияға орналаста білу, тақырыпты жақсы жеткізе білу. Енді бұл кез келген деректі фото келесі ұрпаққа тарихи құнды дүние болып қала береді.